Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге творожный пирог, яғни сүзбелі пирогтың жасалу рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым әрі оңай. Құрамдағы барлық азық-түліктің бәрі үйдегі кәдімгі қолжетімді азық-түліктер. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және менімен бірге әзірлеңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға қант және бөлме температурасында ерілген сары май және 3 жұмыртқаны қосып, жақсылап түсі ағарғанша осылай миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін осылай творогты, яғни сүзбені қосатын боламыз. Барлық массамыз бір келгі болғанша осылай тағы да миксерлеп аламыз. Одан кейін ұнымызға 2 ас қасық разрыхлитель қосамыз және массамызға шым-шым тұз қосып, ұнымызды електен өткізіп, қамырды илейтін боламыз. Ең алдымен жаңағы кәдімгі осылай венчикпен араластырып алыңыздар. Содан кейін қасықпен жаймен араластырсаңыздар, қамырларыңыз бір келгі болып шығатын болады. Осылай ас қасықпен жақсылап араластырып, творогымыздың барлығы араласқаннан кейін осылай табамызды кәдімгі сары маймен майлап аламыз. Енді табаларыңыз өздеріңіздің қолданып жүрген табаларыңызға байланысты астына пергамент қағазын төсесеңіздер де болады. Енді ол өздеріңіздің қолданып жүрген табаларыңызға байланысты. Одан кейін жаңағы массамызды осылай табаның бетіне салып, қасықпен тегістеп шығамыз барлық шетін. Осылай шет-шетін бәрін тегістеп шығу керек. Одан кейін алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің сүзбелі пирогымыз дайын. Өте тез әрі қарапайым жолмен әзірленеді. Міндетті түрде суығаннан кейін кесіңіздер. Өте нәзік болып шығады және шаймен ішкенге өте керемет болады. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.